Салем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта тік бұрышты үшбұрыштарды шешу тақырыбына есепте шығаруды жалғастырамыз. Бізде берілген бірінші есептің шартында тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбер берілген. Осы шеңбердің радиусы 4-ке тең, ал тік бұрышты үшбұрыштың бір катетінің ұзындығы 4 см-ге тең. Табу керек үшбұрыштың басқа белгісіз элементтерін. Олай болса, берілген бізде сырттай сызылған шеңбер, шеңбердің радиусы 4 см. Яғни белгілесек CAV. Осы жерде тік бұрышты үшбұрыштың бір катеті. AC қабырғасын А деп алайық, оның ұзындығы 4 см-ге тең. Табу керек үшбұрыштың басқа барлық белгісіз элементтерін. Енді біз тік бұрышты үшбұрышқа сырттай сызылған шеңберді еске түсіретін болсақ, тік бұрышқа керілген доға ол бізде жарты шеңберді құрайтын. Олай болса, АВ тік бұрышты үшбұрыштың гипотенузасы ол шеңбердің диаметрі болып табылатын. Олай болса, центрі осы АВ гипотенузасының ортасында орналасатын. Олай болса, АО тең бізде ОВ-ға, ол бізде шеңбердің радиусы 4-ке тең деген сөз, 4 см-ге. Олай болса, АВ гипотенузасы тең 2 радиусты көбейтетін болсақ, сонда 8 см-ді құрайды. Олай болса, АВ-ның ұзындығы 8, АЦ-ның ұзындығы 4 болса, онда бізде 30 градусқа қарсы жатқан сүйір бұрышыны бойынша теореманы еске түсірсек, ол жерде 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Ал бізде керісінше АЦ-ның ұзындығы 4, АВ-ның ұзындығы 8. Сонда осы катетке қарсы жатқан Б бұрышымыз 30 градусқа тең деген сөз. Сонда бұрыш Б бізде 30 градусты құрайды. Олай болса, С бұрышы 90 болса, А бұрышын оңай таба аламыз. А бұрышы 90 градустан Б бұрышын градустық мәнін азайтсақ, А бұрышы 60 градусқа тең деген сөз. Олай болса, Б бұрышын тауып алдық, 30 градусқа тең екен. А бұрышы бізде 60 градус екен таптық. Енді СБ қабырғасын табайық. Оны біз 60 градусқа қарсы жатқан синус бойынша табатын болсақ, синус 60 градус тең болады қарсы жатқан СВ катетінің АВ гипотенузасына қатынасы. Бізде белгісіз СВ-ны табу керек. Сонда СВ бізде тең болады. АВ-ның мәні бізде 8-ге тең. Көбейтілген синус 60 градустағы мәні түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. 8 бен 2-ге қысқаратта СВ-ның мәні 4 түбірасты 3-ге тең. Сонда бұл есепте белгісіз СВ катеті 4 түбірасты 3-ге тең. Гипотенуза 8-ге тең, ал белгісіз бұрыштары В бұрышы 30-ға, А бұрышы 60 градусқа тең. Келесі екінші есепте бізде берілгені тік бұрышты АВЦ үшбұрышы, С бұрышы тік. Осы үшбұрышқа іштей созылған шеңбер гипотенузасы мен жанасу нүктесінде гипотенузаны 5 және 12 см-ге бөледі. Бізге табу керек осы тік бұрышты үшбұрыштың 2 катетінің ұзындығын, яғни АЦ мен СВ катеттерінің ұзындығын табуымыз керек. Енді біз осы жерде еске түсірейік, А нүктесі арқылы біз шеңбермен жанасатындай АЦ түзуін және АВ түзуін жүргіздік. Есімізде болатын болса, осы шеңбердің центрі және жанасу нүктесі арқылы біз радиус жүргізе алатынбыз. Радиустар жанамамен 90 градусқа тең болатын. Және радиустар өзара тең болғандықтан, бұл жерде біз дәлелдегенбіз А нүктесі мен центрін қосқан кезде, ол жердегі АД-ның ұзындығы қанша болса, АЕ-ның де ұзындығы сонша болатын дәлелдегенбіз. Дәлелдеуді еске түсірсек, бұл жерде берілгені бізде 2 катеті ЕО мен ОД тең, және олардың ортақ АО гипотенузасы болғандықтан, тік бұрышты үшбұрыштың бір катеті мен гипотенузасы тең болса, онда бұл екі үшбұрыш тең болған.
Олай болса, А-дың мәні 5 болса, А-ның де мәні 5-ке тең. Жазайық. А-ды тең А-ге, олай болса, оның мәні 5 сантиметрге тең. Олай болса, екінші В нүктесіне жүргізілген жанама ВЦ мен В-ны еске түсірсек, онда мына жерде де О нүктесі мен СВ қабырғасы жанасады. Жанасу нүктесін бір Л нүктесі деп алсақ, сонда бұл жердегі ЛВ мен ДВ-ның ұзындықтары тең деген сөз. Яғни бұның да ұзындығы 12. Сонда ДВ тең ВЛ-ға, олардың ұзындығы 12 сантиметр. Олай болса, С нүктесіне жүргізілген СА жанамасы мен СВ жанамасында СЕ мен ЕЛ өзара тең деген сөз. Сонда СЕ тең болады СЛ-ға. Бірақ олардың мәні белгісі болғандықтан біз оларды X деп алайық. Сонда мына ара қашықтық X, мына ара қашықтық та X. Олай болса, біз X-дің мәнін табатын болсақ, АС катеті мен СВ катетінің ұзындығын таба аламыз деген сөз. Сонда бізде осы тікбұрышты үшбұрышта АС катетінің ұзындығы тең болады АИ қосылған ЕЦ-ға. Сонда АИ-ның мәні 5-ке тең, ЕЦ-ның мәні X-ке тең. Сонда АС катетін біз 5 қосылған X деп ала аламыз. Енді СВ катетін қарастырайық. СВ катеті бізде SL-ға қосамыз LB-ны. SL-дің мәні X, ал LB-ның мәні 12. Сонда X қосылған 12-ке тең. Ал AV гипотенузасын қарастырсақ, ол бізде AD қосылған DV-ға тең. AD-ның мәні 5-ке, DV-ның мәні 12-ке тең. Сонда гипотенузаның ұзындығы 17. Олай болса, біз осы жерде тікбұрышты үшбұрыштағы Пифагор теоремасын қолданатын болсақ, АС-ның квадраты қосылған СБ-ның квадраты тең болады АБ-ның квадратына. АС-ның орнына біз 5 қосылған X-ті қоя аламыз, СБ-ның орнына X қосылған 12-ні, ал АБ-ның орнына 17-ні қойып, бір теңдеу алайық. Сонда теңдеуіміз 5 қосылған X-тің квадраты қосылған X қосылған 12-ның квадраты тең АБ бізде 17, яғни 17-ның квадраты. Сонда біз X-ке тәуелді квадрат теңдеу аламыз. Олай болса, екі өрнектің қосындысының квадраты бойынша формуланы ашып шығайық. Сонда 5-тің квадраты 25 қосылған 10X қосылған X квадрат. Бұл бірінші шаршадан шығатын екі өрнектің қосындысының квадраты. Енді екінші өрнектен X квадрат қосылған 24X қосылған 144. Тең болады 17-ның квадраты 289-ға. Енді өрнектерді ықшамдайтын болсақ, ұқсас мүшелерді біріктірсек, X квадратқа X квадратты қоссақ, 2X квадратқа тең. 10X-қа қосамыз 24X-ті. Болады 34X. Енді 25-ке 144-ті қоссақ бізде болады 169, азайтамыз 289-ді. Тең болады 0-ге. Сонда бізде X квадрат плюс 34X минус 120 тең болады 0-ге. Біз сонымен квадрат теңдеуді алдық. Барлық коэффициенті 2-ге қысқартуға болады. 2-ге қысқартсақ қалады X квадрат плюс 17X минус 60 тең болады 0-ге. Енді дискриминант бойынша дискриминант тапсақ 17-ның квадратынан азайтамыз 4 пен минус 60-тың көбейтіндісін. Сонда 17-ның квадраты 289, қосамыз 4 пен 60-тың көбейтіндісін 240-ті. Сонда дискриминанттан бізде шығады 529. Ал енді турасты дискриминант табатын болсақ, 529 турастынан шығады 23 шығады.
Олай болса, x1, x2-ні таба аламыз. x1, x2. Яғни, минус 17 плюс минус 23 бөлінген 2 тең болады. Алдымен біз азайтуды орындайық. Минус 17-тен азайтам 23-ті. 2 терістен қосылады. Минус 40, минус 42-ке бөлсем, минус 20. Келесі, минус 17-ге қосам 23-ті қалады. 3, 3, 6, 6-ны 2-ке бөлсем, 3 қалады. Ал бізде x-тің мәні, ол бізде кесіндінің ұзындығы болғандықтан, x-тің мәні біз тек 3 деп ала аламыз. X тең болады 3-ке. Олай болса, осы тікбұрышты үшбұрыштағы AC катетінің мәні 5-ке 3-ті қоссақ 8-ге тең. Ал SV катетінің ұзындығын тапсақ, SV катетін 12-ке 3-ті қоссақ 15-ке тең. Яғни бұл есепте үшбұрышқа, тікбұрышты үшбұрышқа іштей сызылған шеңбер арқылы ол гипотенузамен жанасқанда 5 және 12 сантиметрге бөлген. Бізге табу керек болатын оның белгісіз 2 катетінің ұзындығы. Олай болса, кіші катетінің ұзындығы 8-ге, ал үлкен катетінің ұзындығы 15 сантиметрге тең. Біз сіздермен қарастырдық тікбұрышты үшбұрыштарды шешу тақырыбына арналған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.